7-ші сыныбысыздар, бүгінгі география сабағымыз. Енді екі топқа бөлініп отырмыз. Енді қазір бізде қараңыздар балалар. Бірінші топ жауын шашынменен, екінші топ желге байланысты. Бүгінгі жаңағы сабақтың тақырыбына байланысты. Енді қараңыздар балалар, біз осы бөлімде атмосфера бойынша қарастырдық. Атмосфера дегеніміз не? Кім айтады атмосфера? Атмосфера дегеніміз не? Қол көтеріп балалар орнынан тұрып жауап беруге тырысайық, қарай ма? Атмосфера менен бүкіл тіршілік иесінің барлығы тыныс алмаймыз, өмір сүрмейміз. Атмосферасыз өмір сүре аламыз ба балалар? Жоқ, сүре алмаймыз, өйткені тіршілік иесінің барлығы тек қана атмосферамен байланысты. Жер бетіндегі ауа қабаты. Ауа қабаты. Енді дұрыс айтасыздар. Атмосфера қанша қабаттан тұрады? Атмосфера ортақ қабаттан тұрады. Биосфера, және атмосфера мен дұрыс айтасыңдар. Ал енді біз атмосфера бойынша қарастырдық, балалар. Енді бүгінгі сабағымыз. Міне, дәптер алайықшы, дәптерімізді алып, дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз, балалар. Бүгінгі күніміз қарашаның нешесі 26-сы. Қолайсыз атмосфера құбылыстарын тұшаламыз. Қалай сақтану болады? Бүгінгі күнді жазамыз қарашаның нешесі 26-сы. Қолайсыз атмосфера құбылыстарынан қалай сақтануға және болады. Жаздық па? Енді балалар жаңа айтып жатыр министрге, екі топқа бөлініп кетті. Біреуіміз жаңағы жауын шашынға байланысты, біреуіміз желге байланысты деді. Енді осы жерде балалар сіздерге үйге тапсырма берді. Инфографика бойынша. Инфографика дегеніміз жалпы балалар. Мынау сіздердің алдарыңызда тұрған суреттер бойынша сіздер соны қазір қорғауларыңыз керек. Енді қараңыздар, желмен байланысты, жауын шашын айтайықшы, жауын шашынмен байланысты. қар жауын. Ал желмен байланысты? Қар боран. Дауыс шығарамыз. Тропик циклондар бізде кездесе ма, балалар? Бізде кездесе ма? Жоқ, бізде Қазақстанда кездеспейді. Ол қандай жерлерде кездеседі? Тағы? Ал енді алдарыңызда тұрған тапсырма бойынша қорғаймыз еді. Ал жауын шашынға байланысып көрейікші, топтар алдарыңызда қалды. Балалар өздерге көрсінайық, сөйлеп өте тамаша. Балалар, міне сіздер үйге берілген жаңа инфографика бойынша қазір қорғап шықтыңыздар. Енді бүгінгі сабақта да осы мақсатқа жету үшін атмосфералық құбылыстардың жаңағы себеп салдарынан жаңағы жолдарынан шығуды біз бүгін қарастырып жатырмыз. Енді қараңыздар, кішкене сіздерге бейне таспа бар, соны қарастырып көріп алайық, жарай ма балалар? Атмосферамыздағы үнемі өзгеріп отыратын құбылыстар. Бұл күрделі әрі ретсіз жүйе. Самал бұл әлсіз жағымды жел. Әсіресе қатты ыстық күндерде салқын самалдың тұруы өте жағымды болып келмес жел. Байқап тұрғандарыңдай, жел самалға қарағанда күшті, қоршаған ортаға әжептәуір әсерін тигізеді. Желдер кейде шаң тозаң тудырып, кейде соңынан жауын шашын әкеледі. Жаңбыр немесе жауын. Жаңбырды бәріміз білетін шығармыз. Бұл көріністердегі жай ғана бір жайлы жаңбыр.
немесе нөсер жауын. Нөсер жаңбыр жай жаңбырға қарағанда қатты құйып жауады. Жерлерді қазандай уақытта көл етіп жібереді. Найзағай табиғаттың өте бір қорқынышты құбылыстарының бірі. Ол аспанды бұлт басқанда, жаңбыр немесе нөсер жауып тұрғанда пайда болады. Оның жақылы күшті, дауысы қорқынышты болып келеді. Күшті жел немесе дауыл. Бұл желдің қатты көңілдеп соғуы. Күшті желдер кейде ағаштарды сындырып жіберуі мүмкін. Дауыл бұл желдің апатты жағдайға жақындап келуі. Басқа тілдерде оны шторм немесе storm деп те атайды. Дауыл кезінде жел сондай қатты соғып, теңізде үлкен толқындар тудырады. Бұл толқындар кейде жағажайда кішігірім апатқа келіп тұрады. Апатты дауыл. Бұл өзімен бірге үлкен апат алып келетін өте күшті дауыл. Бұл дауыл кейбір жеңіл нәрселерді ұшыруға кетеді. Теңізге жақын жерлерге су тасқындарына келеді. Басқа тілдерде оны ураган немесе hurricane деп те атайды. Өте қорқынышты, әрі өте қауіпті құбылыс. Жай сөзбен айтқанда, желдің айнала құйылып соғуы. Құйынның кейде күшті болатын сондай ірі салмақты заттардың өзін ұшыруға кетуі мүмкін. Және ол көп жағдайда өсімдіктерге орасан келтіруі мүмкін. Құйынды басқа тілдерде торнадо деп те атайды. Білмейтініміз жоқ шығар. Сонда да бұл біздің ауа райымыздың белді мүшесі. Бұны көрсетпей кетпесек те болмас. Қарлы боран немесе боран. Бұл қардың желмен бірге боран жауы. Тұман кезінде алдындағы зат қана көрінеді де, алыстағы заттар көрінбей қалады. Сондықтан тұман кезінде көлік айдау, жолда жүру қауіпті. Абай болу керек. Тұман кезінде табиғатқа шыққан адам адасып кетуі мүмкін. Бұршақ. Кейде жаңбыр жауғанда жаңбырмен ағасып бұршақ жауы мүмкін. Бұршақ бұл майда-майда аппақ мұз кесектері. Бұл да бір керемет құбылыс. Және бұның да өсімдіктерге әкелер зияны орасан зор.
Ең соңында ауа райының ең әсем құбылысы кемпірқосаққа тоқтаймыз. Бұл табиғаттағы таңғажайып құбылыс көбінесе жаңбырдан кейін пайда болады. Кейде жай бұлтты күндерде де шығып тұрады. Оның шығып отыруы өте сирек және сонымен тұрмай аспанда тұру уақыты да ұзақ емес. Міне бүгінгі жаңа құбылыстар бойынша қарастырдық балалар. Енді кім қаншалықты мен нені білдім, осы бойынша қарастыршы, кім қаншалықты білді осы тақырып бойынша. Және сезіндіңіздер. Осындай келеңсіз жағдай болған кезде қорқау, оның шығу салдарын қарастыру бойынша кім айтады? Балалар. Қол көтеріп айтамыз. Түсінгендер деген. Қол көтеріп тұрады. Осы құлайсыз атмосфералық құбылыстарынан қалай қорғану керек деген, қандай шараларын сақтау керектігін түсіндіреді. Тамаша. Келесі тағы да Осы себептен бізге сол қар жауы кезінде далаға көп шықпау керек. Өйткені біздің Қазақстанымызда достық қалада көп қар бар. Сол себептен құлаққауға да болады. Себептен сол уақытта бізде үйде отырып, әр кезде ешқашанға шықпау керек. Өйткені біз әр кезде жебет басқа жерге ұшып кетуімізге мүмкінбіз. Өте тамаша. Ал келесі балалар жауын-шашын кезінде айтамыз. Даусын шығарыңыздаршы балалар. Себебі далада күн сағатында жүріп бара жатып тоқылай береді, жібереді. Өте тығыз тайғақ болғандықтан жылы түсінуіміз керек, сақтық шараларын қолдану керек. Көбінесе аймақтарда сақтық шараларын қолдану керек. Өте тамаша балалар. Енді өздеріңізді ойын күйлеріңізді айтыңыздар. Енді қанша кішкене ойын серіп аламыз. Неден орындарыңыздан шығыңыздар. Бала өйтіп білеміз ба? Енді қараңыздар. Аяқты бүкпейміз. Аяғымыз бүкпейміз. Жерден гүл алып, қош иіскейміз. Қара міне. Алаңыз, гүлді аяқ тіземіз бүкпейміз. Гүлді құшақпен алды. Жоғары көтерді. Енді деміз ішке тартып, гүлді иіскейміз. Енді аузымызбен тынысымызды шығарамыз. Қайталақшы. Аяқты бүкпейміз. Құшақ гүлді алдық. Енді иіскедік. Мұрнымызбен тыныспен тағы да бір үшіріп қайталайық. Аламыз. Иіскейміз. Жарайсыз отырды. Енді балдар, мен сіздерге енді екінші тапсырма. Мұқият тыңдаймыз. Дәптерімізді аламыз. Дәптерді алып жазамыз. Мен тапсырма оқимын. Сол тапсырма бойынша сіздер иә, жоқ деген жауаптарды ғана жазасыздар. Өйткені балалар бір-бірімізбенен тапсырмаларды бір-біріміз бағалап жатамыз. Болды ма? Енді қазір мұқият тыңдаймыз. Мұқият тыңдап аламыз, балалар, асықпаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Негізі дәптерге жазамыз, не жоқтарға ма берді? Бәріміз дәптер бар ма? Тыңдаймыз, маған қарайшы тыңдаймыз. Балалар, бірінші тапсырма, екінші тапсырма енді кетті. Иә, не жоқ деген сұрақ бойынша. Жоғары қарқындылықпенен ерекшеленетін жауын түсуі. Жоғары қарқындылықпенен ерекшеленіп түсетін жаңағы жауын түсуі. Жоғары қарқындылықпенен. Нөсер жауын. Иә ма, жоқ па? Иә. Жазамыз. Тек қана оны сіздер дауыстап айтпаймыз. Кім қалай жауапты? Иә, жоқ. Ол өздеріңіздің іштеріңізден ғана белгілейтін нәрсе. Кеттіге бірінші тапсырған, иясыр уже кім жауабын айтып қойды. Белгілі бір мекен үшін ауа температурасы жоғары және жауын шашын мөлшері аз болатын тұрақты ауа райы кезеңі. Иә ма, жоқ па? Жоқ. Түсінікті болма, мен тағы қайталым. Белгілі бір мекен үшін ауа райы температурасы жоғары және жауын шашын мөлшері аз болатын тұрақты ауа райы
керегі жоқ. Дауыстамаймыз, ішімізден ғана белгілейміз. Жақсы ма? Үшінші, ерте өнетін егіс өсімдіктері зардап шегу ықтималы көктайғақ. Ерте өнетін егіс өсімдіктен зардап шегу ықтималы көктайғақ. Иә ма, жоқ па, оны өздеріңіз кішкене белгілейміз. Адамдар көп су ішу керек. Тұман. Адамдар көп су ішетін. Тұман. Иә ма, жоқ па, оны арада өздеріңіз белгілейміз. Топырақты, бесінші, топырақты құнарлы қабатының жойылуы шаңды дауыл. Иә, жоқ, оны өздеріңіз белгілейсіздер. Енді алтыншы, жылдамдығы 5 миллиметр ыстық құрғақ желді шаңды дауыл. Иә ма, жоқ. Қалай аталады бұл? Қалай? Жылдамдығы 5 метр секундына ыстық құрғақ желдер шаңды дауыл. Бұл қалай аталады? Аңызақ жел. Оны ішімізден ғана белгілейміз деп балалар. Міне енді болдық па? Болдыңыздар ма? Енді балалар, сіздер бір-біріңізді бағалайсыздар. Бір-бірлеріңізбенен жаңа бағалайды. Дәптерлеріңіз берілсе бір-біріңізді алмасып, өз-өздеріңізді бағалау. Ал неше бала? Неше бала беске шықты? Неше бала сүйер? Неше бала шықты? Болдық па? Неше бала бес болды? Қол көтерекші. Сіздерден? Қол көтеріп тұрамыз. Сіздерден? Жарайсыздар балалар, тамаша. Енді бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Енді қараңыздар, бүгін қаншалықты сабақ сіздерге қызықты болды? Қаншалықты білдіңіздер, қаншалықты түсінікті болды? Сол алдарыңызға мен қағаз беремін, соны алып, қараңыздар, мен 5 минут қараңыздар. Мына жерде тақырып бойынша алған керекті ақпаратты чемоданға салыңыздар. Өздеріңіз бүгінгі тақырып бойынша алғандарыңыз чемоданға салыңыздар дейді. Одан кейін сабақты керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар дейді. Мына жерге керек еместерді өздеріңіз пікірлеріңізді әкеліп жабыстырасыздар. Енді бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқу керек, толықтыру керек дегенді болса, жаңа ет тақышты салыңыздар дейді. Мына жердегі суреттер бойынша әкел өздеріңіз көп пікірлер жазып, тез тұрмаймыз, тез.